Сәлем достар, бұл видеода доставка еды, яғни біздің жасаған жұмысымыз DoorDash жайлы айтпақшымын. Неге бұл видеоны салып жатырмын? Өйткені қазір осы видеодан кейін өзіміздің онлайн жасаған қысқаша түсірген видео үзінділер болады. Ол видео үзінділерді салсам да болатын еді, бірақтан сіздер түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Мынау не жасап жатыр, қандай доставка, не ол деген сияқты. Сол үшін қысқаша түсіндіріп кетейін деп осы видеоны жазып жатырмын. Доставка еды бұл Америкада өте кеңінен таралған, дамыған десе де болады, өйткені америкалықтардың 90% үйінде тамақ жасамайды. Сондықтан олар бір стакан кофенің өзін доставка жасап солай алдыртады. Бұл жұмыс таңғы 6-дан басталады біздің жұмысымыз. Таңғы 6-да біз бір стакан кофені тасимыз. Ішінде мұзы бар, айс кофе деп аталады. Ешқашан біз ыстық кофе тасыған емеспіз осы уақытқа дейін. Бірақ анда-санда ыстық кофе де болып қалатын шығар, бірақ біздің өзімізге негізі түспеген. Қыстың күні болсын, жылдың қай мезгілінде болсын, мұзы бар кофе. Бұлардың ішетіндері мұзы бар кофе. Даже сіз любой ресторан кафеңізге кіріп тамақтанатын болсаңыздар, сізге бір графин су ішінде мұзы бар. Сондай суды өздерінің заведенияның атынан солай бесплатно алып келіп қояды. Енді бағанағы доставка жайлы айтатын болсам, осындай бір кофеден басталады, одан кейін ары қарай кете береді, неше түрлі нәрселер, киімге дейін тасыған кезіміз болған, одан кейін продукты тасыған кезіміз болған. Кейбір үлкен супермаркеттерде өзі накладноймен уже продуктылар дайын тұрады, сол накладноймен алып кете қоясыздар. Ал кейбір супермаркеттерден өзіміз алған кезіміз болған, 5 айтимыз, 10 айтимыз деген сияқты заттар, 5 штук, 10 штук деген сияқты неше түрлі наименованиядағы заттарды өзіміз іздеп тауып, корзинкаға салып, DoorDash'тың қызыл карточкасымен төлеп, клиентке апарып, солай жасаған кезіміз болған. Одан бөлек тағы да ең қызығы, қазіргі көретін видеоларыңызда ішінде бір қызық видео бар. Біз PetSmarket деген үлкен супермаркеттер бар, жануарларға арналған. Жануарлардың тамақтары, киімдері болса мейлі, оған енді ол Қазақстанда да бар негізі, ондай кішкентай ветеринарный аптека деп айтамыз ғой біз. Бұяқта PetSmarket деген үлкен супермаркеттер. Ішінде жануарлардың тамақтары да, киімдері де бар. Тіптен мен бір рет доставка жасаған кезде түсінген жоқпын, не доставка беріп тұрған көрмейсің, оны магазинге барған кезде бірақ көресің. Магазинге барып продавецке көрсеткен кезде маған 15 па 25 па қазір есімде жоқ, шегірткені барып анау корзинадан барып аласың деген болатын. Содан мен жоқ, ойбай, мен ала алмаймын деген кезде сояқтағы сатушы келіп, пакетке жұмыртқаның мындай лотогының жартысын салып, ішіне 15 штук шегірткенің барлығын салып, буып сөйтіп берген еді. Мен оны не то что сол пакеттің сыртынан ұстауға қорыққан едім негізінде. Міне осындай қызықтары бар доставканың. Одан кейін барып көп адамдар алдыңғы видеоның комментариясына жазыпты, $400 табуға болады ма, $300 табуға болады ма DoorDash'тан деп. Иә, табуға болады, бірақ сіз таңғы 6-дан түнгі 12-ге дейін 16, 17, 18 сағат жұмыс жасайтын болсаңыз, міне сол кезде ғана табуға болады. Ал сіз тиіп қашып жұмыс жасайтын болсаңыз, әрине ондай ақшаны таба алмайсыз. Сіз таңғы 6-да уже қалада болып, түнгі 12-де қаладан уже үйіңізге қайтатын болсаңыз, өздеріңіз 3-4 сағат ұйықтап, тағы да қайттан жұмысқа шығып солай жасайтын болсаңыздар, әрине ол ақшаны таза табасыздар. Сол доставканың қызықтары әлі алда. 2-3 видео әлі тағы да шығарамыз доставка жайлы. Қысқаша видео осы. Енді осыдан кейін қазір өзіміздің қысқаша онлайн түсірген видеоларымызды тамашалаңыздар. Арасында өзіміз тамақтанған кезіміз де бар, демалып отырған кездеріміз де бар. Біз тоқтамай даже ортасында перекус жасаған кездеріміз де бар. Өйткені бұл заказ келген кезде тоқтамай оны заказды аласың, магазиннің суреті тұрады, уже адресімен бірге картада. Одан кейін барып магазинге барғаннан кейін мен магазинге келдім деп басып, магазинге барып клиенттің атын көрсетесің, или не болмаса айтасың, одан кейін барып көрсетесің. Сатушы точно сол клиент сенің екенін көреді да, саған затын береді, сумочкаға, пакетке салып береді, не болмаса енді неше түрлі нәрселерде тұрады, сондай қылып салып береді. Одан кейін барып мен алдым деп тергеннен кейін уже клиенттің үйінің адресі шығады. Солай үйінің адресіне апарып бересіз. Апарып бергеннен кейін уже сізге ары қарай екінші заказ шығып тұрады.
міне сондай уақыт жоқ кезде біз перекустарды жолда машинаның ішінде жасаған болатынбыз. Арасында билет те алғанбыз. Қазақша өлеңді бақыт қойып Американың тура ортасында трассасында жүрген кездеріміз де бар. Енді бар осы жұмыстың бар қызығы мен шыжығын келесі видеолардан тамашалаңыздар. Сау болыңыздар. Утро начинается с холодного айс-кофе. Латте. А здесь у нас свежевыжатый сок апельсина и ноб. Очередной заказ алдық. Алып бара жатырмыз. Напиткісі фри и астында пицца. Бүгін күн пасмурный. Как противно на это смотреть, но мен мынандай нәрсені доставка жасап жатырмын. 15 штук сверчков. Представляете, это ужасно. Я когда в магазинде екенімді, вы даже не можете представить. Мына жақтың барлығында не екен. Животныйларға арналған нәрселер. И мен мынандай нәрсені доставка жасап жатырмын. Ужас. Это просто ужас. Целый магазин для животных. Құртта барлығы бар. Очередной заказ. 1 штук айс кофе. Осында бар кофе $2. Бар кофе. Заказға міне 3 киім заказ берген. Қазір 6-шы этажға келіп бара жатырмыз. Очередной заказ. Тамақ, суши, палочки. Заказға кетіп бара жатырмыз. Мына хлебтің үйіне қазір. Так. Далада мынандай пробка. Заказды алдық. Мынандай гранола. Ішінде мороженое, наверное, и фрукты семен. И еще айс-кофе. Мусымен айс-кофе. И здесь мындай. Қазір клиенттің адресіне бара жатырмыз. Заказбен келдік. Оны мен барлық заказымды алып қойдым. Енді шығып бара жатырмыз супермаркеттен. Міне бұлай заказдарды қабылдаймыз. Чекпотты басамыз. И дальше кассаға нас сканерлейді. Міне осындай магазиннің ішінде жүрміз. Үшін барлығы бар. Бұларда бүкіл супермаркеттің ішінде витаминдер обязательно. БАДы, витаминдер. Это обязательно. Мына жақта фруктылар органик. Мына жақтарында еттер. Осының барлық супермаркетінде барлығы бар ғой. Очередной заказ бен жүрмін. Мына 5 зат. Примерно мынандай заттар. Раз көрсетім планы. Еще мына жақта мына келіп қойдым. Май! Мына жақта. Кассаға келдік. Раз көрсетім боламын. Мынандай памперс. Мынандай қағаздар екеу. Hi, DoorDash deliver. I'm going to start this one in for you. Back, no.
$81.50. Okay. You have your own bag? Bag 2. Yep. I'll be right with you. Swipe. Yes. Özel paketleri var. Alalım paketleri saltıları. Nasıl sürüşüyor bastanız. Ben de uşağım. Adresi çıktı. Free sample. Okay. Oh, thank you. You better call me. Thank you, thank you. Okay. Check out. Yep. Yes. Thank you so You're much. welcome. Have a good one. You too. Oh, Got it. thank you. You want a handle? No, thank you. Барлық нелерінде еще опа сізді шығамыз да ар жаққа машина тұр, машинаға барамыз. Так вот, қызыл карточка деген осылай жұмыс жасайды. Target деген магазиннен мынандай презентик берді. Ішін ашып қарасақ, мынандай выпечкаларға 15% скидка. Favorite Day деген. И еще мынандай пироженка. Қазір осымен шай ішетін боламыз. Мына мынандай айс кофе. Іші мұз, бетінде сливки, mana карамель и еще посыпкасы бар. Осындай размері large. Starbucks'tan aldık. Заказ. Мынандай заказ берген. Адам мен фрукты. Мына жақта нан. Mana saat 11:54-ге дейін $119. Это нормально. Не густо и не мало. Нормально. Қазір кішкене пауза болып тұр. Әлі заказдар түспей жатыр. Қазір обедке жақындағанда заказдар түседі. У нас перекус. Қазір шай ішіп алайын деп жатырмыз. Шайымыз өзімізбен бірге мынандай термосқа күніге құйып алып шығамыз. Қандай қазақ шайсыз? Шай ішеміз қазір. Ыстық күнде, бұлар суық күннің өзінде мұздай кофе ішеді. Мұз салып, айс кофе. Азанмен біз таситынымыз. Ал біз ыстық күнде, елдер ыстықтап жүрген кезде, біз ыстық шайды ішіп отырамыз ғой. Сосын кондиционер қоспаймыз десе, жаурақ ішімізді қосып. Міне біз сондай қазақтармыз. Шайсыз жүрмейтін. Америкада жүріп, міне қара шай ішіп жатырмыз. Заказ алдық. Федерал Донаттан. Донат деген міне пончики. Федерал Донат. Осындайдан 2 коробка. Заказ берді. Жатуын сүйген ол гүлдер қияланы, ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан, қалған арасында айға атылғадай жай. Күннің өзі көлеңкем кезі өтпейді, тез өтпейді. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, Поверните направо. қызым болсаң, өзіңе арайлы.
направо. Заказға келдік. Мына 11-ші этажы бар. Мындай заттар. О, откройте дверь. Қазір кабинетін істейтін боламыз. 11-03. 11-03 бөлме. Енді қайттан қайтамыз. Түк. Астын басамыз. Лифт ашылады қазір. Бұяқта басу керек. Вот так вот. Через 800. Заказбен бара жатырмыз. Смузи блубери, смузи, еңел, матча. Матча. Азанда осындай заказдарды тасимыз. Заказға бара жатырмыз. Алыста бөлмен жақта уже общий 26 минут етін, қазір 9 минут қалды. Пробкада тұрмыз. Бізде перекус. Бағана бутербродиктер жеп алдық, енді манго жеп отырмыз. Бірінші рет жеп отырмын. Дәмі жақсы. Неге ұқсайтынын да айта алмаймын. Кішкене ананасқа ұқсай ма, қауынға ұқсайды ма, сондай. Бізде перекус. Қазір міне шай ішіп аламыз да. Мынандай витпен шай ішеміз. Перекус. Енді мынандай көріністе шай ішкен деген тамаша. Заказды алдық. Little Italia Pizza деген жерден. Мұны заказды. Мынаның ішінде пиццаны көрсететін боламын. Мынандай горяченький пицца. Иісі деген енді вообще не передать. Заказбен келдік. Бір дегенде 2 заказ. Қазір біреусі дайын. Қазір екіншісін дайындайды. Panera Bread деген жер. Үшін тәттілер сатады. Мына жақтан заказ беріп, қағаз алып, мына жақтан напиткаға стакандар алып, мына жақтан уже кофені құйып ала береді. Мына жақтан отырса да болады. Кофеларын құйып ала береді. Мына жақта құмшекерлер, мынаның ішінде сүт, мынаның ішінде чай. Мына жақта дайындайды. Біреусі дайын тұр, екіншісі экстор, екіншісі дайындалып жатыр. Мына заказ. Утренний завтрак, қара нан, авокадо. И мына жақта тоже нан. Кофемен бірге. Американецтер таңғалдырудан шаршамайды. Таңғы асқа не жейді? Мына жақта творог, соус, орех. Мына жағында тоже орешка, мына жағында фрукты, мына жағында тауықтың еті. Мына осындай таңғы ас, мұздай кофемен осындай таңғы асты ішеді. Мына жақта еще холодильникте бар. Типа мороженое.
James G. Thank you. Мына заказымызды алдым. Енді қайтадан эскалатормен кетеміз. Мына іші осындай. Заказ алдық. Бізде перекус. Mana. Не перекустың ішінде? Узбекский лепешка, жұмыртқа, колбаса халальный и мынандай еще согымен. Осындай перекус бізде. Американецтердің таңғасы. Мына кофе. Болғанда ыстық емес, қанжылым. И мынандай сок мұзымен. И мынандай бір булочка. Осындай доставка. Таң азанмен уже по счету 3-ші рет Starbucksке келдік. Қазір мына заказын беретін боламыз. Мына жақта аты жазылып тұрады. Lily. Мынандай заказ берді. Energizer Juicy and Acai Bar деген. Клубника в шоколаде. Осындай. Қазір астындағы пакетін көрсететін болам. Мынандай горшогымен осындай зат бүгін бізге беріп тұр. Қазір осындай ассорти фруктов жеп жатырмыз. Мына ананас в шоколаде. Енді дәмі деген керемет. Сабой. Клиент отмена жасаған, заты бізде қалды. Клиент отмена жасағандықтан біз апармаймыз. Ақшасын алдық деп қойсын. Еще бізге отмена жасаған үшін половина ақшасын төлейді, то, что біз барғанымыз үшін. Мынандай нәрсені жеген де бар, жемеген де бар. Ананас в шоколаде. Бельгийский шоколад. Енді дәмі деген вообще супер. Клубника в шоколаде. Жетісқапсың. Дәмі енді супер. Кеше ғана айтып жатыр еді. Бізге отмена болмай жатыр деп. Бүгін отмена болғанын қарасаң. Бүгін отмена болып, енді мынау фруктылардың бәрін жеп біте алмай жатырмыз. Жартысын жеп қойдық дейін, жартысы жесе. Мына жақта кішкенесін жедік. Енді дәмі супер. Супер. Біздің поздний обед. Мына заказымыз. French fries, chicken fries. Ой, cheese fries. Бетінде сыры бар. Эй, бля. Соус. И картошка фри. А мынау багет. Екіге бөлінген багет. Мен ағыз бұтым, қарап. Еселіңдер. Еселің секіртіп жүрмін. Таңғы саат 6. Стефанияның кофесін алдық. Қазір енді өзімізге кофе алып жатырмыз. Starbuckspен. Latte кофе $10 болды. Таңғы 6 заказды алдық, бара жатырмыз. Өзімізге кофе алдық Starbuckстен. Латте. Елге тасып жүреміз деп өзіміз алып дейсіз. Мына кофе, 2 кофе small размерде $10 болды. Енді бұның үлкен размері уже $15-20 болып кете береді. И ішіндегі құрамына байланысты. Американо бар, айсет кофе бар. Біз обычный латте алдық. $10. Латте. Бізге ас болсын. Бұл оригинал Starbucks. Starbucks'тан алдық оригинал кофе. Starbucks'ның эмблемасы оны. Осы жақты бүгін негізі жұмысқа шыққан кезде таң азанмен біз Starbucks'та сыймыз. Міне заказ Starbucks'тың сумочкасы. Стефани заказ берді.
Қазір клиентке үйіне бара жатырмыз. Сағат таңғы 6. Кофе тасып, и өзімізге де кофе алдық. Ал американецтер азанмен айсет кофе ішеді. Мұзымен. Біз қазақпыз хот кофе десем таң қалып тұру азанмен. Хот кофе деп, ес дедім. Таң қалып тұру. Таң азанмен мұздайды қалай ішеді, мұзымен. Тамақтарды ауырмайды. Үлкен сет Ваваның ішіндеміз. Ваваның іші негізі заправка. Мына заправкалардың іші осындай. Мына жақта фруктылар кесілген, неше түрлі фруктылар. Арбуз, қауын, дыня деген сияқты. Сэндвичтер, мына жақта готовый тамақтар. Тоже сэндвичтер. Шаурмалар. Неше түрлі. Салат. Мына жақта банан, мына жақта кофе. Кофені өзің құйып аласың. Ана жақтан размерін аласың да, ар жақтан құйып аласың. Ар жақта уже саған готовый нелер дайындап береді, айсет кофелер. Мына жақта полностью магазин. Мына охранасы. Охрананың бүкіл Америкада магазин, аптека, барлық жерде әйелдер охранник. Осындай продолжиттер. Прям популярны осы. Нетесі. Бір қырықтауыз. Осындай. Қазір жігіт менің заказымды дайындап беріп жатыр. Заказ алып кетеді. Енді компьютерлеріне заказ түсіп, соны дайындап беріп жатыр. Oh, thank you, mister. You're welcome. Have a good. Таңғы 7. Міне заказ алдық. Міне американецтердің азанғы кофесі, айс кофе. Ішінде мұзымен. Еще біз бұндай ішіп көрдік. Мына өте ашты кофе. Қанты жоқ, ештеңесі жоқ, қатты ашты кофе. Айсет. Міне. Тамақтар ауырмайды. Иә. Біз азанмен ыстық кофе алсақ, бұлар бізге таң қалады. Hot кофе деп. Not айсет дейсің ғой. Никакой мұзымен керек емес деп. Соған таң қалады ғой. Міне осындай кофе азанмен, мұзымен. И мынандай таңғы ас. Міне DoorDash Delivery аппарат деп тұр. Майклдың несі. Міне панкейк дейді. Міне порк скарбл дейді. Шошқан етімен бір. $17.92. Иә, шошқан етімен бір нәрсе. Американ чизі бар ішінде. И бір блубери дейді. $20 бұларға ақша бер. Panera Bread деген жердеміз. Әлі кабинкалары бар. Мен қазір екінші этаждамын. Реструмға кіріп шықтым. Енді қазір заказымды барып аламын. Міне кофенің асты. Заказым қазір 2 минутта дайын болады деді. Летниктарында отырады осындай американецтер. Ар жақтан кружка береді. Қалаған напитканы қайта-қайта барып алып іше берсең болады. Қайсысы ұнайды соны. Мына жақта напитканың қақпақтары, мына жақта құмшекерлер, мына жақта газировка бар. Окей. Міне нағандар. Panera Bread'тің ар жақта багельстер. Бір жақта напиткалар. Мына жақтан кружкалар береді. Қалағанды құйып ішесің. Нан пісірген, мына жақта круассан. Мына круассандар іші $39. Ойыншықтар. В основном американецтердің жейтіндері мынандай печенье. Прям барлығы жақсы көреді таңғы асқа осындай печенье мен кофе ішеді. И мына жақта нан бар. Мына жақта уже кофе. Кофе мына жақтан құясын. Мына жақта сүт, қақпақтары, трубочка, мынаның барлығы чай. Бұл жақта чай вообще ішпейді негізі. Мынау құмшекер, мынау қоңыр құмшекер деген сияқты. Кофеге бұлар еще мынандай себет су береді екен.
нут дейді, нут деген ореховый бір нәрсе шығар. И мынандай мынау мед. Мына жаққа келіп отырып, заказымды алып, аңғасында ішесің. До такой степени бұлар мынандай фруктыларды ашып турағысы келмейді, міне дайын түрінде сатылады. И мынандай таңғы ас, гранола астында. Йогурт бар, наверное. Любой магазинде су сатылады. Тоже су 2-де 1 бутылкасы 2-де 29. Ал негізі супермаркеттен алатын болсаң 12 штугы $2. Енді магазинде сатылғаннан кейін осындай қымбат түрінде. Ар жағында цех пісіріп жатыр. Ол жаққа кіруге болмайды. Мына жақта менің заказдар естіп жазылып тұрады. Ол жақтан алып, уже кете беруге болады. Panera Bread деген негізі нан ғой. Нан. Негізі нанның отаны выпечка. Осыға келіп нан алады. Например, мынандай нан 4-де 99, 4-де 89, 4-де 29 дейді. Мына 3,79. Mana birinchi rет мынандай Panera Bread'тен огроменный заказ алдым. Прям енді білмеймін ішінде не екенін. Наверное, нан бар. Ауыр. И өзімізге багет алдым. Қазір осыны колбасамен жейтін боламыз. Jared B деген кісінің заказы. Отмена клиент жасаған. Басқа DoorDash алып кеткен. Но заказы бізде қалған. Енді басқа доставщиге. Енді бұл бізге бұйырып тұрған Алланың нығметі. Қазір ашып көреміз ішінде не бар екенін. Бізге бұйырып тұр екен. Ашып қазір осыны көреміз. İçinde burger, кофе, ыстық кофе. 2 бургер. Тура Алла тағалам екеумізге бергендей ғой мына бургерді. 2 бургер. Мынау ыстық кофе міне орап ұстаған. И мынау 2 бургер. Giant деген магазиннің ішінде мынандай нелер бар, кафешкалар бар. Тоже заттар алуға болады. Кафенің неше түрлісі міне Daily and Times, Frozen and холодильник, Kitchen деп тұр, Salad Works деп тұр. Көп, ар жақта да еще тағы бар. Міне суши, табақасымен жүріп көрсетсем. İçinde полностью амана. Health Beauty. Енді бұл магазиннің заттары. Үлкен магазиннің ішінде мынандай кафелер орналасқан. Соның ішінен міне қазір заказымды алдым. Oh, I'm sorry. Қазір лифтмен астыға түсіп и сыртқа шығамыз. Үлкен магазиннің ішінде осында. Лифтмен астыға түсеміз. Ой, бірінші тәжіміз. Белгі. Қазір астыға түсетін боламыз. Мына асты түстік. Астына жағы парковка. Мына жағы мына. Негізі ана эскалатормен де баруға болады. Эскалатормен баруға болады, бірақ эскалатормен бармадық. Giant деген магазиннің іші. Іші мынау. Мынандай здание бар. Мынандай кафеге келдім. Мынау биф, говядина. Мынау порк. Шошқан етінен жасаймын. И
салаттан жасаймыз деп қалған. Күшті сурет, Таңғы сағат 6. Міне заказды алдық. Кофе. Данкин Донаттан мынандай шариктар. Съедобный. Ар жағында айс кофе. И мынау тоже ыстық кофе. Мына осындай заказ таң азанымен. И бұның ақшасын көрсетпеген. $17.6 деп тұр. Менің заказым дайындап жатыр. Thank you. Сағат таңғы 7. Ыстық кофемен мынандай бір сок. Өте күлкілі. Азанмен осындай заказ. Американцы удивлять еткендерін қоймайды. Олар бар ғой. Баратын жеріміз 8 минуттық жер. Жерар Авеню. Кенсингтон тұрып ұйықтайтындардың районы. Ондай адамды көргенсіздер ма? Тұрып ұйықтайды. Осындай. Еще мына соктың граммын айтсам вообще күлкілі ғой, мынан даже 0,200 ба? Айта алмаймын ғой, 0,100 емес, 0,200 ғой қатыр. Просто видеода, наверное, үлкен болып тұр. Бірақ кішкентай менің алақанымдай сок.